Барлығына сәлем, сіздермен бірге Аружан. Бүгін біз бір жеңіл түрде әңгіме дүкен құрсақ деп ойлаймын. Жалпы бүгін менің айтқым келгені ағылшын тілін үйрену. Ағылшын тілін үйрену, ағылшынша сөйлеу деген маңыздылығын мен жақсы түсінемін. Өзім дәрігер болғандықтан ағылшын тілін үйрену арқылы өте көп білімдерді, өте көп жолдардың ашылатын барлығын білем, бірақ іске келген кезде оның барлығын жасамаймын. Яғни ағылшын тілін үйренуге деген жалқаулығым өте жоғары. Осы уақытқа дейін, яғни 5-ші курсқа келіп, ағылшын тілін білмеймін. Бұл өз-өзіме сыни көз қараспен қараймын. Сол себепті де өзімді бір кінәлайтындай сияқтымын. Өйткені мектепте үйреніп алуға мүмкіндіктер болды. Енді қазір 5-ші курсқа дейін уақыт болды. Сол аралықта үйреніп алу керек еді деп жүріп, уақыттың өткенін байқамай қалыппын. Енді ағылшын тілін мүлдем үйренбедім, мүлдем жұмыс жасамадым деп айта алмаймын. Енді кішкене болсын өзімді ақтап алайын, өзім адвокат болып. Курстарға барып көрдім, мындай дәптерге жазып өзім әртүрлі нелерді оқып көрдім, бірақтан нәтижесі өзіме мүлде ұнамайды. Мен өйткені қазір еркін ағылшын тілін түсінбеймін, еркін оқи алмаймын. Сол маған өте ұнамайды. Енді қарап тұрсам, мен осылай өз-өзімді жертва болып, яғни мен үйренбедім, не істеймін деп отыра берсем, уақыт деген өтіп кете беретін сияқты. Өтіп кетіп жатыр сонсыз да. Енді мен не істемекшімін? Осы видеоны бүгін 21-ші қараша айында, октябрьде жазып жатырмын. Бір айдан кейін өзіме план жасадым. Сол план бойынша ағылшын тілін үйренетін боламын. Егер де нәтиже шықпайтын болса, ол өзімден кінә. Ол кезде мен өзімді біршама, қатты емес, біршама жазалауға или басқа да бір шараларды жасайтын боламын. Сол себепті де барынша нәтиже шығарамын. Мен өз-өзімді жазаламауымда мүмкін, мені өйткені 10 жылдан кейін тағдырдың өзі сен ағылшын тілің жоқ екен деп өзі де бір артта қалып қоюыма себеп болады. Қазірдің өзінде менің ағылшын тілім жетік білмегендіктен кейбір үлкен жарыстардан, үлкен бір нелерден қалып бара жатырмын. Егер осылай кете беретін болса, 10 жылдан кейін ағылшын тілін білетін әріптестерімнен, дәрігерлерден менің қалып кету ықтималдығым өте жоғары. Өйткені қазіргі таңда барлық ақпараттардың барлығы ағылшын тілінде жазылады. Ал оны аударып, переводчикпен де оқи салуға болады ғой. Мен қазір солай жасаймын, аударып переводчикпен оқи салу. Бірақтан өзің сол тілде жазылған ақпаратты оқу, яғни сол прям оригиналында оқу басқаша болады. Өйткені аударманың аты аударма, Google переводчикте кішкене қателіктер болуы мүмкін. Сол себепті де мен ағылшын тілін толық үйреніп аламын деп алдыма мақсат қойдым. Енді сол үшін 30 күнге жоспар жасадым. 30 күндік ағылшын үйренуге. Қазір фотосын шығарамын. Мынандай таблица жасап алдым. Негізінен YouTubeға қарайтын болса, әртүрлі тегін ақпараттар, тегін осындай үйрететін сайттар өте көп. Оның барлығын қарап шығу керек, жалқауланбай, ерінбей, сонда ғана нәтиже шығады. Бұл тағы яғни менде не болды ғой? Бұл жоспарды мен өзім күнде жасайтын боламын. Қазір мұнда жексенбі күні қайталау, дүйсенбі грамматика, жаттығу жасау, таңертең түстен кейін тыңдау немесе оқу.
сейсенбі күні жазу, ол жазғанда өзім әртүрлі ойларымды, сөздерді жазу және тағы да қайталаймыз тыңдау және оқуды. Кейін сәрсенбі сөздік вокабуляри, видеодан әртүрлі телевидениялық шоулардан қараған жаңа сөздіктерді жазу. Кейін тыңдау және оқу, бейсенбі күні сөйлеу, өз-өзіңмен сөйлесу немесе мысалға бір видеолардан қайталап сөйлеу. Онда да соларды қайталаймыз, бірақ тыңдау, listening и reading қайталаймыз. Жұма күні тыңдау, listening и жазамыз. Сенбі күні оқу және сөйлеу. Кейін осылайынан әр күнге осындай жоспар жасадым. Енді осы жоспар бойынша күніне 40 минут бойы жұмыс жасаймын. Нәтижесін 30 күннен кейін көреміз. Арасында қандай нәтижелер болып жатқандығы жайында видеоларды салып отырамын. Күніне 40 минут жасауды ойлап отырмын. Арнауда және де TikTok'тағы, Instagram'дағы видеолардың барлығын ағылшын тіліне аудару. Солай. Негізінде менде тағы бір сылтау болды ағылшын тілін үйренбей жүруіме. Мектепте дұрыс үйретпейді, мектепте дұрыс мұғалімдердің жоқ деп 11-ші сыныпқа дейін келдім. Екінші қазіргі сылтауым телефон барлық ақпарат көздері бар бола тұра оны пайдаланбау. Айтатын, егер кейбір жағдайларда ағылшын тілін үйрену үшін ақша қажет деп, бірақтан өте көп тегін ақпараттардың бар екендігін біле тұра. Сол тегін YouTube'дағы ақпараттардың барлығын алып, ағылшын тілін дамытуға бел будым. Алланың қалауымен, әрине. Мүмкін осы видеоның жазу бір мен үшін жаңа өмірдің бастамасы бол, Алланың қалауымен осы видеоның шығуын күтіп жүрген шығармын. Тек өз-өзімнің ішімде ғана уәде бермей, бүкіл адамдардың алдында уәде беріп ағылшын тілін үйренуге, өйткені бұл өзімнің болашағым үшін қажет. Мен қазір өзім болашағымды пайдасыз істерге арнап құртып жатқанына өте қатты өкінемін. Ертең ақиретінде де жауап беру үшін пайдалы білім алуға. Енді бисмиллах деп осы ағылшын тілін үйренуді бастаймын. Егер де сіздерде ағылшын тілін менімен бірге үйренетін болсаңыздар, комментарийда жазып қалдыруларыңызға болады. 30 күннен кейін тағы да қайта кездесетін боламыз ағылшын тілін үйрену бойынша. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Аружан. Каналға тіркеліп қолдау көрсеткеніңіздер. Өзімнің студенттік өмірім жайлы және медициналық ақпараттарды беретін боламын. Барыңызға сау болыңыздар.